Қызға бұлай хат жазушы болма. Қайрау кондиционермен әрдайым мен интернет достарың Санжар Айдар. Көп жігіттер хат жазуда еш қиналмай, бірақ кездесуге келгенде сасқалақтап қалатыны бар. Тура солай бұл нәрсе керісінше де жұмыс жасайды. Арамызда қызбен көріскенде әңгіме айтып алып кете алатын, бірақ сообщение жазғанда ойына мүлдем еш нәрсе келмейтін адамдар түрі бар. Міне сол адамдарға арнап осы видеоны шығаруды жөн көрдім. Бұл Санжар Айдар және менің саған айтарым бар. Бұлай хаттар жіберме. Бірінші, эмоциялардың жоқтығы. Бұл жерде де тура көріскенде сияқты қыз түрлі эмоцияларды сезіну керек. Бұл қызығу, көңіл күйінің көтерілуі, түсінбестік, сені күтіп отырып, саған хат арқылы ғашық болу. Міне, бұның барлығы саған қызға басқа жігіттерден келетін хаттардан ерекшеленуге мүмкіндік береді. Екінші, SMS арқылы көп әңгіме жазу. Бұл кезде жігіттер тірідей көрісіп, звондау арқылы айтатын әңгімелердің барлығын хат арқылы жазып кетеді. Сөйтіп қыз өзін кездесуге шақырмай, тек хаттар арқылы сөйлесе беретін жігітке алдын ала жағымсыз белгілеп қояды. Үшінші, үлкен әріптермен тым көп тыныс белгілері. Төртінші, қате жазу. Менің ойымша бұл жерде енді барлығы түсінікті. Бесінші, қарапайым сұрақтардың көптігі. Бұл сәлем, қалайсың, не істеп жатсың дегеннен басталып жатады. Алтыншы, оған ұнауға тырысып хаттарына бірден жауап беру. Бұндай жігіттермен қызға қызық емес болып қалуы мүмкін. Сол үшін сенің өміріңнің олсыз да қызық екенін көрсетіп, бірден жауап беруге асықпа. Жетінші, оған секунд сайын жазып отыру және әңгімені дұрыс аяқтамау. Қызды кездесуге шақырмайтын, әр секунд сайын мазасын ала беретін жігіттер оған қоңыраулар шалып, нақ қадамдар жасайтын жігіттерден бір саты төмен болады. Сегізінші, оны қызықтырмау. Қыз сенің оған не жасатыныңды, қалай жауап беретініңді толық біліп алған, себебі сен тек қарапайым нәрселерді ғана жаза бересің. Ал бүгінге осы видеода айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жұбыңды тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білген келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсем болады. Жеке сұрағың болса, онда комментарийге жаз. Мен міндетті түрде оқып жауап беремін. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.